Сәлем достар, бүгін өте дәмді бискрем печеньесін дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, жаңа видеоны жіберіп алмаңыздар. Бұл печенье балаларға қатты ұнайды. Ең әуелі печеньенің ішіне қосатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін нутелла немесе шоколадта басқа да жаңғақ пастасын осылай қасықпен пергамент төселген табаға осылай жайғастырамыз. Пергаментке төсеген кезде шоколадты пастаны қатты жайып керек емес. Енді мұздатқышқа тегіс етіп қойып қатырып аламыз. Печеньенің қамырын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сармайға жұмыртқа мен қант ұнтағын қалауыңызша ванильді экстракт қосып, жақсылап араластырып, ұнға қопсытқышты қосып, жұмыртқа массасына қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан соң, қамырды 20 граммнан өлшеп аламыз. Әрқайсысын өлшеп алғаннан соң, осылай қолмен қамырды басып, мұздатқышта қатырылған шоколад пастасын осылай салып, қолмен бітейміз. Шоколадты жаңғақ пастасы тез еріп кетеді, сол үшін жылдам бітейміз. Печеньенің бетіне решетка сияқты узор қалдырсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 20-30 минуттай пісіресіздер. Мінекей бискрем печеньесі дайын. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше шайларыңыз дәмді болсын.